Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше ұңғылдақты дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға майдалап туралған етімізді салып қуырып алатын боламыз. Содан кейін жуамызды саламыз, тағы да 10-15 минутқа қуырып алатын боламыз. Бізде етіміз бен жуамыз қуырылды. Енді үстіне 1 стакандай салқын су қойып, бір қайнатып, астын жайлатып қоямыз. Өз бабында етіміз пісетін болады. Морковымызды солонка қылдырып турап, дайындап қоятын боламыз. Етіміз пісуге жақын қалғанда морковымызды салып жіберетін боламыз. Арада бірнеше уақыт өткеннен кейін морковымызды пісіп тұрған еттің үстіне салып, әбден пісіріп, жақсылап түсін шығарып алатын боламыз. Енді біз қамын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын су және жұмыртқа, тұз қажет болады. Жақсылап үшеуін араластырып, үстіне ұнымызды салып, жақсы етіп қамыр егетін боламыз. Сағат уақытымыз өткеннен кейін қамырымызды жайып, оны 4-ке бөліп, әдемілеп жұп-жұқа қылдырып жайып, ысып тұрған противеньге 5 минутқа салып алатын боламыз. Бізде противеньге салғаннан кейін қамырымыз кішкене қаттылау болып, лаваштың қамырындай қамыр пайда болатын болады. Противеньнің үстіне 5 минуттай салып алғаннан кейін осылай дөңгелекше рулон қылдырып, орап, пышақпен жақсылап кесіп, әдемілеп кеспей шығаратын боламыз. Осындай болу керек. Видеодағыдай пісіп тұрған морковның үстіне кеспемізді салып, біркелкі қылдырып қоямыз, араластырмаймыз. Тек қана 10-15 минутқа бетін жауып қойып, өзінің буына пісетін болады. Біздің ұңғылдағымыз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.